Ал тырнақты шешіп болғаннан кейін, снятие жасап болғаннан кейін, келесі біздің процедурамыз апил форма. Апил форма дегеніміз тырнақты егеу. Бұның да өзінің әдістері болады. Овальныйды басқаша егейді, миндальный мен овальный ұқсас болады. Квадратныйды басқаша егейді. Овальныйды егейтін кезде, тырнақты егейтін кезде, астына 45 градусқа өстіп пилканы майыстырып қоямыз. Астынан егейміз, получается. Ал квадратныйды тігінен қойып егейміз. Форманы қалай таңдаймыз? Клиентка егер өзі білмесе, маған қандай форма жарасады деп сізден сұрайтын болса, мынандай способтар бар. Егер тырнақтың сақина киген жағы мен ұш жағы, тырнақ жағы, ұзындығы, қалыңдығы, жуандығы бірдей болатын болса, ана жағы мен мына жағының жуандығы, онда оған квадратный формалар жақсы келетін болады. А егер сақина киген жағы жуандау, ал үш жағы кішкене жіңішкелеу келетін болса, онда ондай саусақтарға овальный, миндальный деген формалар жақсы келетін болады. Сөйтіп сіздер клиенттерге тырнақтың формасын таңдап берсеңіздер болады. Өзіне де әдемі, приятно болып көрінетін болады. Тағы бір хитростар бар, оны айтатын боламын.